Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерменен фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Салатымызды дайындамас бұрын төмендегі подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен фунчозаны қайнап тұрған ыстық суға салып қоямыз. Фунчозаны қайнатудың қажеті жоқ. Фунчозамызды суға салып дайындап қоямыз және етімізді қуыруға кірісеміз. Қызып тұрған ыстық майымызға етімізді салып жақсылап қуырамыз. Үстінен дәмдеуіштерімізді және тұзымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қуырылған етіміздің үстіне суымызды құйып, және қалауыңызша соус қосып, етіміз піскенше бетін жауып қоямыз. Енді қызанағымыз бен қиярымызды ұзынша етіп турап аламыз. Сәбізімізді теркіден өткізіп аламыз. Сарымсағымызды дәл осылай ұсақтап турап аламыз. Фунчозамызды саламыз. Үстінен қуырылған етімізді саламыз және қажетіңізше тұз салып, чемчеммен бір қасық құямыз. Ең соңынан қатты қызып тұрған сұйық майымызды осылай үстіне құйып шығамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Кез келген мерекелік дастарханға ұсынуыңызға болады. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Барлығыңызға ас болсын.